Армысың қазақ елі, бүгін біздің қонақтар әдеттегідей емес, артымызда тұрған бүркіт те шынайы бүркіт. Бүгін біздің қонақтарымызда Ахмет ағай, садақшы, неше түрлі садақ ату мектептерінде сабақ береді, өзі бүкіл отбасымен садақ атады. Және Ғабит ағай, бүркітші, бірнеше бүркіті бар, жиі аңшылыққа шығып тұрады, және өзінің топ жарған деген бір тобы бар. Әртүрлі акробатика, шайқас сценаларын көрсететін. Енді толық тарап өздеріңіз айтып жіберсеңіздер, мен айтпай кеткен нәрсені. Есімім Ахмет. Осы Алматы облысы, Алматы қаласында екі федерациямыз бар. Дешті қыпшақ деп аталады. Алматы қаласында, Алматы облысында мергендер ордасы. Садақ атуға енді бала кезден құмарлық қой, енді бала кезде болды. Одан кейін күреске кеттік. Спортта, ылғи өмір бақи спортта жүрміз ғой. Сол енді 40-тан асқан кезде қандай спортпен айналысуға болады деген мәселе тұрды. Ары қарай енді өзімізге бала кезден Бердібек Соқпақбаевтың кітабы бар ғой, менің атым Қожа. Сосын артында екінші бөлімі бар, жекпе-жек деген. Боксер бала туралы, Мұрат туралы. Менің атым Қожаның екінші бөлімі бар. Келесі екінші жағында, арт жағында. Сода ауыл балалары қалай бокспен айналысып бастады. Соны оқып алдық та, спортқа бірден құмар болдық. Сол өзімізге сөз бердік, өмір бақи спортпен айналысамыз. Сөйтіп жүргенде осы садақ спорты. Спорт басында былай қызығушылық болды. Кейін келе-келе қарамыз көбейіп, міне былтырдан бастап спорт болып ендік. Дәстүрлі садақ ату өнері болып, спорт болып. Кәсіп ретінде қашан бастадыңыз? Кәсіп ретінде бір 3 жылдың аяғы болды. Ғабит ағай, өзіңіз таныстырып кетіңіз енді. Немен айналысасыз? Топ жарған туралы айтып жіберіңіз. Біз топ жарған этно-мәдени орталық. Қазақтың әдет ғұрпы, салт дәстүрі, жеті қазынасы, бес қаруын дәріптейміз. Сол енді қазір командада 72 адам бар бізде. Биші қыздар бар. Ат үстінде ойнайтын, тең келетін, аударыспақ жасайтын құсбегілеріміз бар, акробаттарымыз бар, алып батырларымыз бар. Құсбегіліктен бірнеше рет орын алдық, біраз жетістіктер жеттік. Тең келуден акробаттарымыз шетелдің. Сол ойындарды кім ұйымдастырады? Қалай, қандай шарттары, сондай? Сол жай айтып кетсеңіз, өйткені көрермендер көбісі білмейді. Жалпы енді ол ойындарды ұлттық қауымдастық, ұлттық спорт. Үкімет ұйымдастырады. Үкімет ұйымдастырады, иә. Солай Телевизор, радио емес та? Жамандай қысылып кеттік қой, наушники. Бүркіт түсірғаннан кейін болып тұр ма? Бұл жерде иықтарымыз дек қалған жоқ қой, жаңа қысылған. Жоқ, отырмай қалды иә. Мен солай келген сияқты. Керейді мағыңды ки. Керейге не қатысың бар дейді да өткенде маған бәрі. Керейдің қыз алайын деп отырмын дедім. Өткенде шетелдерге барып жүрміз, Қырғызстанға ғана бардық қой, енді қарапайым өзіміздің. Қырғызстанға барған өзінде бүкіл адам жаңа қалпақтарын тастамайды. Тастамайды. Риза боласың ғой. Қырғыз қалпағын, айыр қалпағын тастамайды. Біз көрдіңіз бе, біз өзіміздің ұлттық киімімізді ұмытып қалдық қой арасында. Сіздер енді дәріптеп көріп жүрмін ғой, парақшаларыңыздан көріп жүрмін. Киімдеріңізді дәріптеп жүрсіздер ғой, бірақ шаш үлгінді де дәріптеп жүріп қой біз. Иә. Соны кеше комментарий жазып қойыпты ғой, шашыңызды алып тастасаңыз болмай ма деп оқыдыңыз ба? Бүгінгі тақырып негізі біз қозғайын деп отырған ол жаңағы ұлттық генетикалық жадты жаңарту. Ол дегеніміз мысалы біздің ұлтшылдық идеологияны, ұлтшылдық сана сезімді дамытып жүрміз ғой енді, бірақ сөзбен айтып, оны іспен көрсетіп жүрсек те, ол қатты әсер беріп жатқан жоқ та. Ал егер де жаңағындай біздің ата-бабамыз айналысқан құсбегілікке барып, құс ұстап, қолына садақ ұстап тартқан кезде адамның ішіндегі бір қанындағы бір нәрсе оянады да. Соны бүгінге тақырып қылып алып, соны талқыласақ, сіздердің істеп жүргендеріңіз негізі осы біздің жаңа ұрпақта, жаңа буында осы қазақилықтың
оянуына үлкен септігін тигізіп жатыр. Енді осы сіздердің істеп жүрген жеріңіздің ерекшеліктерін, қиындықтарын сөйлесейік. Жалпы бұмен айналысу қалай, оңай ма, өздеріңізге ұнап жүр ма, не үшін жалпы бұмен айналысып жүрсіздер? Бұл ақша келе ма бір жағынан, пайдасы тиіп жатыр ма, соның барлығын қазір талқыға салайық. Ұлттық құндылықтан бір байып кеткен адам көрген жоқпын негізі. Әр адам өзінің бір, бұл бизнес деп қарамау керек та бұл дүниеге. Өйткені бұл дүниені шын мәнінде де адамның жақын сөйлесеңіз. Иә, адамның ішкі дүниесі ғой былай айтқанда. Біз енді сол қазақ болғаннан кейін ішкі рухымызды былай айтқан кезде әр адам осы қазақтың қанында бар дүние ғой. Сол дүниені соны дәріптеп жүрміз да. Соны атадан қалған дүниені ары қарай жалғастырып жүрміз. Бұдан бір ешкім байып та кете алмайды, байып та кеткен де жоқ дегенім ғой енді жалпы. Несі? Ақша жоқ па бұл салада? Әзірше көріп тұрған жоқ. Иә. Мен енді көбінесе балалармен жұмыс істеймін ғой. Бізде Қарасай аудандық ұлттық және ат спорты мектебі. Сонда жұмыс істеймін. Балаларды мысалға алдын өзім бастадым. Өзім аштым, содан соң осылай мектеп пайда болды. Сода жаттықтырушымын. Біздің мақсат бұл жерде ұлттық жады дедіңіз ғой, ұлттық жадыны ояту. Генетикалық жадыны. Бұл жерде жаңағы енді основно балалар жай мектепте оқығанда математика, химия, биология ол құрал ғой енді. Құрал болып есептелінеді. Құндылық деген бар, құндылық ол осы ұлттық жадылармен келеді. Құндылықтың ішінде құрал да бар, әрі құндылықтың өзі де бар. Әке-шешені сыйлау, ұлтына деген сүйіспеншілік, соларды оятқымыз келеді. Біздің басты мақсат. Өзіміз енді бұрын тарихты әбден оқып өстік қой енді. Көшпенділерді оқыдық, Ілияс Есенберлиннің. О бастан біздің мақсатымыз сол ұлтымызды көтеру. Жаңа сіз балаларды оқытамыз деп жатсыздар. Солардың келген кезде, бірінші рет атқан кезде эмоциялары туралы ма, сондай айтып берсеңіз, ол қалай, не дейді, сол оянатын сіз қалай сезесіз, көресіз? Бұл жерде алғаш келгенде әртүрлі балалар келеді. Біреуі дайын келеді балалар. Іштей олардың жадылары дайын да. Ізденіп келеді. Атуға. Мысалға менің бір оқушым, мен желтоқсан айында ашатын болып, қаскелеңден бая ашатын болып, әлі рекламам, жарнамам ештеңем жоқ. Бір ай бұрын садақ атуды іздедім дейді. Әкесі айтады. Бір күні балам келіп айтты дейді, мен садақ атқым келіп жүр деп. Сөйтсе күлдім дейді, іштей білем дейді, садақ ататын орын жоқ бізде вообще. Қаскелеңде. Ізде балам, ізде деп айттым дейді. Содан жүрдік. Бір ай өткеннен кейін желтоқсан айында менің жарнамам тұр. Қарасай Батыр спорт кешенінде. Екеуі де тоқтай қалған, сол жерде кіргенде содан бері сол балам Бекарыс деген Манақбаев. Қазір атып жүр ғой, атып жүр, чемпион болды. Чемпион болды, Қазақстанға чемпион болды 16 жасқа дейінгілердің. Өзі 11 жаста болды сол кезде. Содан сұрамадыңыз ба, не септік болды осындай ізденуге? Мүмкін ол бір тарихи киноларда атып атқанын көріп, бір нәрсе оянып сұраған шығар. Енді сұрадым, ол енді бала ғой әлі. Бала әрбіріміздің басымыздан өтті ғой, садақ атқымыз келді, рогатка атқымыз келді кезінде. Ату бір қазақтың өзі жауынгерлік бір жігерін оятатын дүние ғой. Боевой дух дейді ғой, жауынгерлік жігер. Бізде кішкентай кезімізде жаңа ағашқа жіп байлап, садақ қылып, ол бәріміздің басымыздан өтті ғой ол дүние. Негізі қан талап етіп тұрады, сондай. Қан талап етіп тұратын сияқты солай. Ал кейбір балалар бар, келеді де отырады. Сен садақ атса іштесең, мен атқым келмейді дейді. Менің әкем, шешем жіберді, осыған кел деп айтты. Тегін ғой, бара бер деп айтты дейді. Оларға енді нете алмайсың. Енді баланы өз еркімен келмесе, ол айналыса алмайды. Ал енді осы жерден сұрақ, сіз қазір өзіңіздің жаңа федерацияңызбен бірігіп, мектептерде ашып жатсыздар сабақтарды, оның пайдасы бола ма, егер бала өзі қызығып келмесе? Соның ішіндегі қызығатын балаларды ғана біз шақыра аламыз ғой. Шақырып жатырмыз. Шығып жатыр, ондай балалар. Көп. Қатысып, кәдімгідей кәсіби түрде. Кәсіби түрде қатысқысы келеді, бірақ бізде орын жоқ. Зал мәселесі қиын болып тұр. Сол залдарды мектептерден мысалға бос уақытын алып, біз бір жерден аштық, бір ай жұмыс жасадық, қайтадан жабылып қалды. Себебі
қызығушылық жоқ үлкен буындарда жаңағы мектептің дирекциясында. менсінбейтін шығар иә садақты. Иә, менсінбейді. Біз өзіміздің қаражатымызға федерацияның бәрін жасадық. Оқтың зиян тимеу үшін стеналарын бәрін қорғағыш жасадық. Соны айтайын деп отырмын, жабдықталмаған ғой, анау әр уақыт босады деп қоясын, жабдықтайсың, одан кейін 2-3 сағаттан кейін оны жинау керек, ол кәдімгі біз жиналмайтын қылып жасадық, артынан ешкімге әсер жоқ қылып жасадық. Ана енді мына нысаналарды алып басқа жерге қойып кетеміз, ол жеңіл. Өзіміз садақ алдық, өзіміз оқ алдық, федерацияның жігіттері жиналып. Өз ақшаларыңызға? Өз ақшаларымызға, иә. Мектептен ақша бөлінген жоқ? Жоқ, мектептен ақша бөлінбейді, біз сонда келістік. Себебі ол жаңағы былтыр ғана спорт болып ендік қой біз енді, дәстүрлі садақ ату. Оған дейін жамбы ғана болды, жамбы ату. Спорт школаларда жамбы ату бар бөлімі. Біз садақ ату бөлімі былтыр ғана. Ал енді енгізді деп жатыр. Оны сіздерге бірдеңе айтып не беріп жатыр ма? Осындай дамытуға, осындай нәрселер жасаймыз деп. Мысалы, сіз айтып жатсыз, кейбір балалардың қызығушылығы жоқ. Ол түсінікті не үшін жоқ? Өйткені футболға қарайды, оның болашағын көреді. Боксқа қарайды, жаңағы чемпиондардың қандай дәрежеде жүрген, қанша ақшалары бар екен қарайды. Соған мысалы ұмтылады. Ал садақтың болашағын көрмейді деп ойлаймын да жас балдар. Ол үшін ол үкімет тарапынан бір үлес қоспаса, қызығушылықты таныту өте қиын болатын сияқты. Сондай нәрселер уәде бере ма? Осындай нәрсе жасаймыз, көріне ма бір болашақ соны дамуына? Осы жақыннан бастап жаңағы көшпенділер ойыны болғалы жатыр келесі жыл, 24 жыл. Соған байланысты енді қызығушылық болып жатқан сияқты қазір енді. Солай көрінеді бізге. Өзгерістер бар. Өзгерістер бар, иә. Ұлттық жаңағы ұлттық қауымдастық мысалға байланыстамыз олармен. Федерациялармен жұмыс істейін деп жатыр тікелей бізбен. Сол себепті қазір енді үміттеніп отырмыз, күтіп отырмыз. Ахмет ағай, сізге бір сұрағым бар. Осы мектептерге барып, соны келісіп, ешқандай ақша бөлмей жатса да соны барып істеу бұл қиын жұмыс қой кәдімгідей. Иә. Бұны енді сізге қандай пайдасы бар? Сіз не үшін істеп жүрсіз бұны? Өзіңіздің ішкі жаңағы мотивацияңыз неде? Енді ұлтымыздың болашағы ғой енді. Бұл ата бабамыздың мұрасы ұмытылып қалмасын. Бұл әрі спорт қазір. Өте спорт болғанда да мықты спорт. Бұл жерде әрі физикалық дамисың, ой өрісің дамиды. Тағы да мына ойлау қабілетін жоғары қылады. Сонда халықты ойлап жүрсіз ғой, біздің жас балаларды. Сол үшін ғана жұмыс ғой, болмаса мен мал ұстадым, одан бизнестеріміз болды, соның бәрін қойып. Ал құндылық ретінде қандай жақсы бір септіктерін тигізеді деп ойлайсыз осы ұлттық? Жаңағы айттым ғой, құрал бар, сосын құндылық бар ғой, иә. Бұл жерде екеуі де бар да. Әрі бұл болашаққа жаңағы адамның денесін түзу, спорттық болуына жаңағы жарыстар, физикалық тұрғыдан, ол енді құрал ғой енді ол, құндылық ұлттық кодымызды, жадымызды оятады да бұл садақ атумен. Тарихқа көңіл бөле бастайды балаларымыз. Тарихта қалай болған, бұрын қалай болған, қалай атқан, ата-бабалар қандай батырлар болған. Мәдени мұрамыз байият деп отырсыз ғой. Байиды, соны ұмытылмайды. Мысалға біз шетелден келген қонақтарға біз бұрын не көрсеттік? Бәрі европалық, жаңағы басқа елден алған спорттың түрлері ғой. Енді келген кезде біздің жарқ еткізіп, міне Қабит бар, бүркітін көрсете алады, садағымызды көрсете аламыз. Қылыш тасатын жігіттер бар қазір. Түрлі қазақтың ұлттық спортын біз көрсетіп отырсақ, біздің қазақ екеніміз, біздің ел екеніміз, ерекшелігіміз бар екен. Сіз этнотуризмді айтып жатсыз ғой қазір, иә? Ат үстінде мысалға біз қалай жүрдік, қалай мықты болдық, соның бәрін біз көрсете аламыз ғой. Туризм жағынан үлесін қоса алады. Бұл этнотуризм деп аталады. Яғни келген кезде сен жай ғана барып, магазинге барып тамақ ішуін емес, сен сол халықтың этно кәдімгідей ерекшеліктерін көрсетесің. Негізі осы мәселені шешіп жүрген Ғабит ағай, сіз өзіңіз бізде тиктокта алдында айтқан едіңіз, этнотуризм дамыту керек еді деп. Соған қазір қандай шаралар қолданып жатыр? Нақты өзіңіз соған не істеп жатсыз, соны айтып бере аласыз ба? Енді ағамыз жаңа өте дұрыс айтып жатыр ғой. Бұл нәрсеге осы әрі қазақпын деген азамат жалпы атсалысу керек деп ойлаймын. Қазір көптеген жастар өте көп үлесін қосып жатыр.
жаңағы мен енді жалпы өзі Астана циркінің түлегімін негізі мамандығым акробат жонглермын. Ат үстінде де ойнағам, жигитокуда да секіргем. Былай айтқанда мамандықпен кеттім деп айтсаңыз да болады. Иә, мамандықпен кеткенде сол бірақ ұлттық құндылық жаңағы бүркіт, тазы, жылқы деген енді әр қазақтың бойындағы дүние ғой. Енді ауылда бәріміз атқа мініп өстік, таз жүгірттік дегендей. Сол дүниені осы Астана циркінен шыққаннан кейін осы Алматы қаласына келдім да, содан кейін осы жеті қазынаны қалай осы цирк әкелуге болады, соны қалай дамытуға болады, қалай дәріптеуге болады деп сондай бір ой туындап, осы жаңағы акробаттармен біріктіріп бәрін сол жеті қазынаны жасадым да, былай айтқанда. Сол жаңағы шәкірттерді бәрін былай айтқанда цирк өнері ғой, жаңағы акробаттар секіреді, әртүрлі жаңағы трюктер жасайды. Сол кезде жаңағы қылыш өнерінде жаңағы 5 қару барлығын қостым соның ішіне. 5 қару, содан кейін жаңағы 7 қазына. 7 жануар. Жоқ, 7 қазына. Жануарлардан жаңағы циркке қосам деп жатсыз ба? Сол жоқ, жануарлар болғанда жаңағы біз енді ешқандай циркта ештеңе де істемейміз ғой, жеке енді топ жарған өнер орталығы. Ол жерде жаңағы 7 қазынаны біріктіріп жасап, сөйтіп шетелдерге қазақтың дүниелерін көрсеттік, айтқан кезде. Содан кейін жаңа алғаш рет қыран бүркітіміз Қазақстан туын көтеріп ұшты. Көргенсіз ме видеоны? Тараз қаласында. Туды. Осы қалай ұстатады? Кәдімгідей туды ұстайды осылай. Ұшады, артынан ту желбіреп тұрады Қазақстан. Ең тұңғыш рет жаңағы осы неде Тараз қаласында істедік ол дүниені. Оған дейін ойлар болды. Енді бірінші осы құсбегілікке келген себебім де сонан. Негізі құсбегілікке келген себебім сол бір бүркіт, әр нәрсе бір арман қиялдарын туындайды ғой. Сол бүркіт Қазақстан туын көтеріп ұшса екен деп. Соң енді басында құсбегілерге айтсам, ол мүмкін емес, ол оңай ұшпайды негізінде. Енді ол аң алатын құс өз үшін алады дейді, ит ес үшін алады дейді да. Ол мүмкін емес деп. Содан біраз енді құсбегілерге бардым. Сонымен ыңғай келмегеннен кейін Әбдікәрім Қошқаров деген ұстазымыз бар. Әбдікәрім ағамызға барып, сол кісіден дәріс алып, үйреніп, құсбегілікті теңдік меңгеріп, сол кісіден әлде де алып жүрген сабағымыз көп. Содан осы 10 жыл өтіпті сол дүниені жасаймыз деп жүргенде. Содан Қазақстан туын осы Тараз қаласында 2022-де Наурызда ұшырдық. Содан кейін Алматы қаласында ұшырдық, Қонаевта ұшырдық. Сөйтіп рекорд Гиннес кітабына енді. Солай жаңағы этнотуризм деп жатырмыз да, соған қандай іс-шаралар ұйымдастырып, қандай бюджет бөлініп жатыр? Мысалы, сіздердің қолдарыңызға тиіп жатыр ма, сол нәрсені ұйымдастыру үшін? Жарыс деген этнотуризм емес қой ол. Жоқ, мынандай дүние ғой, егер де біз жалпы қалай дамиды негізі спорт деген нәрсе, өйткені жарыстар көп болатын болса, адам мысалы құсбегілікті алып қарайық, құсбегіліктің өзінде де егер де жарыс жиі болатын болса, онда ол кезде дамиды ол нәрсе. Ақша келеді өйткені. Өйткені неге? Өйткені жарыстағы жаңа қойылған талаптарға бүкіл құсбегі айтқан кезде немен келеді да? Өте үлкен дайындықпен келеді. Өйткені оның жүлдесі мысалға бірінші орынға 500 мың теңге дейтін болса, әр адам өзі мен орын аламын деп дайындалады. Жоқ, бұл жерде басқа нәрсе. Этнотуризм, мысалы, Нұрғожа мені бір кісімен таныстырды. Ол кісі қазақ емес, ол кісі неміс. Бірақ сол этнотуризмге сол неміс кісі өте көп үлесін қосып жатыр. Таниды ғой, Павел? Мысалы, ол қазақ емес. Оған ешкім ақша бөліп жатқан жоқ. Бірақ туристердің барлығы соған барып, біздің қазақтың ұлттық ойындарын көреді, құстарын көреді, қалай ұшыратынын көреді. Сондай нәрсені сұрап жатырмын. Енді көрдіңіз бе, мынандай қараңыз, бұл дүние мынандай дүние ғой, өте дұрыс айтып жатсыз. Енді мен соған келе жатырмын да қазір. Жаңа жарыстар арқылы біз дамып жатырмыз ғой. Жаңа сіз айтып жатқан жаңа Павел деген кісі, ол кісі де біздің ұстазымыздан үйренген кісі негізінде. Жоқ, үйренесің. Жоқ, дұрыс. Бірақ қазақтың ол қуантатын жағдай, өйткені біздің өзіміздің атамыздан үйреніп, ол сол кісінің шәкірті негізінде, жаңа Павел деген кісі, ол кісі өзі неміс қой. Ұстазы Абдулхак деген. Абдулхак деген біздің ұстазы, ол кісінің жарысын өткізгенбіз, 2019-да өткізіп қалған.
19-да ғой деймін. Иә, 2019-да үлкен жарысын өткізді. жоқ, сұрақ мынандай, себебі мынандай емес па, біздің қазақтар осы былай айтқанда, орысша айтқанда туристерге көрсетуге не стоит нәрсе деп ойламай ма? Тұрарлық нәрсе емес мынау, содан кейін ұмытылмайды. Ал ол неміз түсініп тұр, мынаны көрсетсе туристерге қызық. Ол шоу жасайды да өйткені. Жоқ, бізде дұрыс, енді өте дұрыс, бізде шоу жасай аламыз негізінде. Одан да осы алдағы уақытта Алла бұйыртса сіздерді міндетті түрде қонаққа шақыратын боламыз. Сол кезде сіздерді біздің дүниемізді көріңіздер, тереңірек танысыңыздар. Сол кезде жаңа жетпеген жеріне айтарсыздар. Енді тағы бір мәселе, бізде сол жер мәселесі қиындау да, көрдіңіз ба? Бізде мысалы ашық айтқанда киіз үйіміз, бүкіл ұлттық жабдықтарымыз, ұлттық құндылығымыз, құсымыз, оғымыз, садағымыз, барлық дүниеміз бар, бірақ сол жаңағы ағамыз айтып жатыр, помещение деп жатыр, тұрақты бір орнымыз жоқ. Киіз үй дейсіз ба? Жоқ. Жаттығатын орын, сосын жаттығатын жер. Арнайы жер. Мысалға қараңыз, енді қараңыз, тоқтайды. Мысалға жаңа неміз ала беретін болсақ, ода ешқандай киіз үй ештеңе жоқ. Жоқ, түсінбедіңіз. Оның ол кісінің тұрақты жері бар ғой. Оның тұрақты жері бар ғой, көрдіңіз ба? Адам сол кісіні тауып бара алатын бір жері бар да. Иә, сұңқар орталығы. Сұңқар орталығы. Меніңше, айдаладағы бір ауылда сен істеп атсаң да, бір жаман үйде сені туризм бір жерге жаңа брошюраларыңды беріп қойсаң, қағаздарыңды, туристер саған қай жаққа болсын барады соны көру үшін. Оны арнайы қаланың шетіне әдемі жер немесе бір әдемі ғимарат керек емес сияқты. Жоқ, әдемі жер болғанда арнайы тұрақты жер деп жатырмын да. Арнайы тұрақты жер, ол жерде сіздің арнайы атыңыз болу керек, арнайы киіз үйіңіз болу керек, келген қонағыңызға арнайы қазақтың ұлттық тағамын, ұлттық киімін, аңшылығын, барлығын көрсететін бір арнайы жер болса деймін да. Сіз этно ауылды айтып жатсыз. Жоқ, этно ауыл болғанда сол этно туризмді дамытатын бірден бір септік сол ғой. Жан-жақтан кішігірім дами береді ғой деп ойлаймын. Ондай дүние біз енді эфирде көрінбей жүрген шығар, бірақ ол ондай дүние көп бізде. Жасалып жатыр, өте көп ондай дүние. Кеше ғана болды. Ағамыздың өзінде де мысалға қаншама дүниелер бар өзінің. Туристер барып қарайтын. Жоқ, туристер қарамайды оны. Этнотуризмді айтып жатырмыз да біз қазір. Өйткені мен шетелдерде болған кезде, Таиланд болсын, сол жерде адамдардың баратыны жаңа ғимараттарды іздеп бармайды. Соның ұлтының бір ерекшелігін көруге барады адамдар. Біз бардық та іздедік, олар не істейді, жаңағы жай ғана тайский массаждың өзінің неде деген сияқты бір ерекшеліктерін, жаңа салт дәстүрлерін ізденіп сөйтіп барасың. Соны сұрап жатырмын. Бізді туризмді дамыту үшін осындай этнотуризмді бірінші қолға алу керек. Сол үшін қандай іс әрекеттер жасалып жатыр деп білгім келіп жатыр. Мен өзім білетін мынау бар. Намат бар, этноцентр. Ол жерде садақ ату бар. Ана жолы біз танысқан жер сол. Екінші гунны деген бар, ол жерде джигитовка бар, білетін шығарсыз, иә? Аттың үстінде оларда там ойын көрсетіп, қызғу, аударыспақ, шауып, аударылып, секіріп сөйтеді. Осы екеуін ғана білемін мен негізі. Иә. Сосын жаңағы сұңқар, бүркітпен шоу көрсететін сол жерді білемін. Енді қараңыз, бұл дүниенің барлығы ол жердегі сол наматтың ашылу салтанатын біз жасағанбыз да. Бізде айтып тұрмын, целый команда, бірақ біз қазір данный момент Балықты бұлақ деген жердеміз. Ол жаңа неде Кеңсайда орналасқан. Содан кейін Тауасу деген жер бар. Тауасу деген айтып тұрмын ғой, жеке да, бірақ ол жердің тағы да бір әрқайсының өзінің бір сәл жетіспей тұрған жерлері бар да. Өйткені мысалға Наматта болсын, басқа жерде болсын, құсбегілік жағынан жоқ шоу. Құсбегілік жоқ. Енді қараңыз, ол жердегі жаңағы Сұңқарда тек қана құсбегілік қана бар. Сіз Сұңқарда садақ ату, қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, жаңағы асханасымен таныса алмайсыз да. Тек қана құстардың шоуы ол жерде. Көрдіңіз ба? Менің айтып отқан нәрсем, біздегі бүкіл барлық дүниені бір жерге жинау керек. Неге? Жан-жақта болып бір тур ұйымдастыруға болады ғой. Тур агентстволар бар, неше түрлі. Жан-жаққа апаратын. Енді қараңыз, бір мысалы Алматы қаласына бір кісі келеді қонаққа шетелден. Ол кісілер қайда барады? Сол Көктөбеге барады. Агентствоға барады. Жоқ, Медеуге барады. Енді сол агентствоның апаратын жерін айтып жатырмын. Содан кейін тағы да Шанинский каньонға барады. Жаңағы ол жерден мен қазақтың жалпы әдет ғұрпымен, салт дәстүрімен тереңірек барлық дүниесімен танысқым келеді десе, ондай баратын жер жоқ та. Ондай бір жерде болған дұрыс ол негізі. Мен оны мүмкін жасау. Өткен жылы Турцияда жарыста болдым, көктемде. Фетих деп аталады, әлемдік жарыс. Сол жерде садақ ататын орталық бар екен.
мергендер марказы деген. Сол жерде ашылғанына 500 жылдай болған. 500 жылдай сол жерде кімнің кезінде? Мехметтің кезінде ғой деймін, патшаның, сұлтанның. Сол кезде сол жерде садақ атыла бастаған. Соны әлі күнге дейін сол жерді сақтап, тек қана садақ атылады ол жерде. Сондай бір орындар біз жасасақ, бізде жер кең ғой, Құдайға шүкір. Тек қана, мысалы Турция тек қана садақ ататын жері бар. Тек қана садақ ататын жер, қыстық ататын жері бар. Жабық зданиясы. И жазда ататын. Жан-жағының бәрі кәдімгі этаж үйлер. Тек қана мысалы ешқандай ешкімге зиян жоқ. Себебі қаланың орталығында, қаланың ортасында адам көп келеді. Турист те келе алады ол жерге. Балаларды жаттықтыруға болады. Сондай бір әсем бір жер болса, дамытуға болар еді бұл спорт. Мен айтайын дегенім, ақыры мемлекеттің жаңағы ой жетпей жатқан шығар. Онда өзімізге, жаңағы сіз сияқты кісілерге ұсыныс тастау керек та. Осындай деген сияқты. Мысалы, ол саланы жақсы біле бермеймін. Ол жаңағындай соза берсек, ол созыла береді деп ойлаймын. Бәрін біріктіру керек деген сияқты. Әр жерден жақсылап дами береді ары қарай. Сол этнотуризм жоқ өзімізге ғана емес, жаңағы қазір көбінесе көкпар бәрі өзімізге ғана істеліп жатыр, өзіміз көріп қойғанбыз. Сондықтан мүмкін бізге қарапайым халыққа ол қызық емес болып бара жатыр да, өзіміз ғана көреміз. Ал егер олар жаңа туристің қызығып тұрып қарап, оны түсіріп, сөйтіп жатса, өзіміз де соған көзіміз жетіп, мынау жақсы дүние екен деп басқаша қарайтын бедік. Айтпақшы, көкпарды көретін жер жоқ бізде ешқайда. Жоқ, бар. Бар ғой? Туристерге. Турист мысалы Америкадан біреу келіп, мені көкпарға апар десем, білмеймін қайда апаратынымды. Енді көрдіңіз бе, біз жасап жүрміз ғой. Сол балықты аулақта біз жасаймыз. Бүкіл жаңағы теңгелеу, аударыспақ, жан бату, қызғу, бүкіл жаңағы ұлттық құндылығымызды тамағынан бастап барлығын көрсетеміз. Жаңағы шайқасты да көрсетеміз, бес қаруды да көрсетеміз, бүркітті де ұшырамыз. Барлығын бір жерде көрсетеміз. Сол ашылуына шақырыңыз біз. Жоқ, ашылу салтанат болып қойған ол жердің. Ол уже действенный, уже жүріп жатыр да. Қазір жабық тұр, көктемге дейін, сонда. Иә, қыстың күні тек қана ол жерде сақтардың моншасы ғана істеп тұр. Қалған жері жабық тұр. Вот қыс туралы айтайын. Мен мысалы Таиландта жүрген кезде бір идея келген маған, біздің туризмді дамытуға. Осы жылы мемлекеттер бар ғой, ешқашан қысы жоқ. Соларға арнайы таргетке видео түсіріп деген сияқты. Олар соларға ғана көрсететін реклама. Олар қысты көрмеген. Оны өзіміздің мемлекетке қысты ғана көрсетпей, мысалы жаңағы киіз үйде қалай қонуға болады, қыста қалай аттың үстімен жүріп аңға шығуға болады. Біздің қазақтар көбісі ойлайды, қыста не істейсің ана жерде, ыңғайсыз деп. Сол қысты керісінше күшті қылып туризмді дамытуға пайдалануға болады. Жылы мемлекеттердің бәрін тартуға болады. Мысалы бізге олардың пальмасы қызық болса, оларға біздің қар қызық қой, олар қарулы. Сондай бір идеялармен адамдар айналысып жатыр ма? Қыста өте қызық. Бізде қыс бойы аңшылық жүреді. Тазымен, бүркітпен аптасына мысалы суббота воскресенье шығып тұрса, туристерге арнап тур компанияларға айтып қоюға болады. Алдын ала билет алып брондайды. Іштен істемейді, жай машинада отырып қарап отырады мысалы аңшылықты. Жаңағы сақтар моншасы дегенге кеше ғана куәсі болдым. Сол мына Қарғалы ауылы бар ғой. Сол жерден Айбек деген бауырымызды ашты. Сақтар сауынасы. Соған мен не тастадым идея. 3D садақ ату. Білесің ғой, аңдардың үстінде қойып әр жерге бір жоқ дегенде 5-6 километр жүріп келетіндей ана. Әр жерге, мына жерге үйректің мүсіні, ана жерге. Тағы бұл себебін айтып отқаным, бұл Венгрияда бар екен. Былтыр біздің жігіттер барып келді жарысқа. Сол жерде отбасы, бұл енді бұқаралық спортта таратуға жақсы, бұқаралық садақ атуға. Себебі 6-шы күні, сенбі күні келеді екен, жатар орын алады, садақтарын алып келеді, бала шағасымен келеді бірге. Кетті маршрутпен. Маршрутпен кетті, түсте айналып келді шаршап. Келді, мына жерде тамағын ішті, моншасына түсті, сол күні өтті. Келесі күні тағы да сол сенбі, жексенбі таза демалыс, этно ауыл. Осындай дүние ашылып жатыр. Мына Қарғалы ауылында. Соған куә болдық кеше. Негізі енді ғана шығып келе жатқан сияқты. Жоқ, сонда да оны ашқан адам өзіміздің
қазақтарға сол демалыс Испанияға түссін, қыстың күні үстсін деген сияқты арналған ғана сияқты. Қазақтарға арналған иә, туризмге емес. Мен бәрібір жаңа сұрақты соңына дейін қоймадым. Мысалы мен осы салада жүрсем, сіздер сияқты туризмді, этнотуризмге қатысы бар салада жүрсем, маған жаңағындай идея келетін болса, жаңа қыста өстіп күшті қылып шақыруға болады, арнайы реклама жіберуге болады. Сол кезде мен ізденетін едім. Мысалы қай жерге бару керек, қандай хат жазу керек деген сияқты. Мен сізге сұрақ қойғым келіп отқан, мысалы сізге осындай идея келді дейсіз. Мысалы соны ары қарай не істеуге болады? Қай жаққа барып, қандай қадамдар жасау керек, кімге хабарласу керек? Жаңа таргеттен, сондай нәрселерден кім айналысады ондай туризмді дамытумен, этнотуризмді дамытумен? Енді ондай нақты айта алмаймын шыны керек. Сіз ары қарай қарастырмадыңыз, зерттемедіңіз? Жоқ, зерттемегенде оны өйткені ол әлі жалпы ақсап жатқан дүние ғой. Шынын айтқан. Қайтып жатқан? Ақсап жатқан дүние ғой, ол әлсіз дүние ғой. Жоқ, сіз өзіңіз просто айттыңыз да этнотуризмді деп. Сол этнотуризмге сіз не істедіңіз деген сұрақ қой, дамытуға. Айтып жатыр ғой, Топ жарған деген орталықты ашып, ол қазір жұмыс істеп жатыр. Жоқ, туристерге емес қой. Неге туристерге емес? Туристерге ғой вообще сол бүкіл біз енді. Мен түсінбей отырмын ғой соны. Жоқ, бағанадан бері айтып жатырмын ғой, мен енді қараңыз, біз жаңағы сенбі, жексенбі күні 2 күн, жұма, сенбі, жексенбі 3 күн, 2 күн не жасаймыз? Сол жерде шоу жасаймыз. Шоуда бүкіл жаңағы ұлттық құндылықтан бастап, жаңа алып батырлар, 5 қару, 7 қазына, жаңағы теңгелеу, аударыспақ, көкпар бәрін жасаймыз. Туристер қайдан келеді? Туристер сол турагентстволардан келеді. Турагентстволармен келісіп қойғансыздар, иә? Иә, енді әлде енді ашылғанымызға жаңадан ғана болғаннан кейін әлі білмей жатқандар да бар, әлде де жұмыс жасап жатырмыз. Сол жағын сұрап отырмын да. Маркетинг жағы әлсіз болып тұр ғой, иә. Ал сіздерде ағылшынша түсіндіретін нелер бар ма? Бар. О, керемет. Осы ең бастысы ағылшынша. Шетелден келген туристер енді қазақша айта алмайсың ғой оларға. Жаңағы жоспар программаларын бәрін жазып, жаңағы турагентстволарға беріп. Ағылшыншадан мәселе жоқ бізде. Қызымыз бар, мектебі бар. Ағылшынша. Солай ой өрісті. Мысалы қазір шашыраңқы балалардың ой өрісі. Телефон алады да, Инстаграм қарайды, Ютуб қарайды, аша береді. Бір пайдасыз дүние да анау. А мына жерде сен садақты қолға алған кезде бар ынтаң, бар жігерің осы нысанамен сенің араңдағы байланысты. Сен жаныңдағылармен байланыспай-ақ қой. Осы нысанамен менің арамдағы байланыс, осыны маған дәлдеп тигізу керек. Бар ынта жігерім соған нетеді. Жинақтайды ма? Жинақтайды да балалардың. Соны жинақтағасын балалардың оқуы да дамиды. Анау адамның назары ауады да бір іске. А қазір балалардың ой шашыраңқы. Шашыраңқы қарай береді, мультик қарайды, міне қарайды, басын қарайды қазір көбісі, былай міне ауыстыра береді. Уақыт сезбей қалды ғой. Уақыт сезбей қалды. 30 секундта бір секунд нетіп кетсе. Пакет бар ма? Пакет. Как ететін деп еді? Иә. Пакет. Солай Мысалы садақты алсақ, бұны балаларға үйретіп, мектепте сабақ ретінде көрсетіп, кәдімгідей көпшілікке таратып жіберуге болады. Ал бүркітті қазір қазақ балаларына давайте барлықтарын бүркітші болыңдар, бүркітшілікті дамытайық деп шақырсан, оның қиыншылықтары көп. Соны біз қалай қазақ жастарының арасында бүркітшілерді көбейте аламыз ба негізі? Мүмкіндік бар ма оған? Енді жалпы мына араб мемлекеттерінде жалпы әліпбиге енгізіп тастаған да. Не енгізіп тастаған? Иә, құсбегілікті әліпбиге енгізген да жалпы. Кітапқа енгізген да, әліпбиге. Мектеп программасына енгізген да, еңбек сабағы сияқты. Олардың негізгі мақсаты жалпы әр азамат, былай айтқанда құсбегі ол мақсат емес. Өйткені құстың өзінің тарихын білу. Әркім құсбегі бола алмайды ғой. Иә, әркім құсбегі бола алмайды, ол енді Аллахтан берген дар, еңбектің арқасында келетін дүние ғой, былай айтқанда енді. Өйткені бір басқа бір әлемді түсіну, соны сезіну, ол оңай дүние емес. Содан кейін ол құсбегілікті былай айтқан кезде барлығын құсбегі қылудың мақсат емес та, балаларды неге тәрбиелеу керек та, жаңағы бұның өткірлігіне, қайсарлығына, батылдығына, сол дүние арқылы осы құстың жаңа күнге, әлемдегі күнге бірден бір қарайтын құс қой. Күнге тік қарайды.
күнге тік қарайды, сосын адамнан 9 есе көп көз жанарының көргіштігі. Мен айтқым келіп отырған, мысалы мен өзім құсбегілік айналысып бастағаныма 3 жыл болды мына. Иә. 3 жыл болды. Ең қиыны ол құсты табу. Мысалы құстарды сатып аламын десең өте қымбат тұрады. Табиғаттан аламын десең зан алғызбайды деген сияқты. Оны барып үйренемін десең, бір алыстағы ауылдағы бір ұстазды таппасаң үйрене алмайсың өзің. Ал садақ оған қарағанда қаттырақ дамыған да. Сіз айтып отырсыз, бізге қазір құсбегілердің көп болғаны керек емес деп. Енді бұны басқа жолмен қалай дамытамыз? Жоқ, мен көп жоқ, дұрыс түсінбедіңіз. Сіз көп болғаны қажет жоқ деген жоқпын. Наоборот, көп болғаны дұрыс. Бірақ барлығы құсбегі болу, барлығы садақшы болу деген шарт емес дегенім ғой. Мысалға, біздегі ұлттық құндылығымыз өте көп. Шеберлік жағынан бар. Жаңағы басқа да дамымай жатқан салаларымыз көп қой. Жаңа атбегілігіміз бар. Тереңірек алған кезде әр адамның, мен енді ойым, әр адамның ой пікірі әртүрлі. Менің ойым, баланың икеміне қарап, сол мамандықты соған таңдату керек деп ойлаймын. Ол баланы былай айтқан кезде заставить етпеу керек та. Сіз мына саланы өзінің еркіне қою керек та ол баланы. Бір адам болады, жаңа интернетке, компьютерға жақын адам. Ол адамды шын мәнінде сол салаға беру керек. Сол жақтан дамыта берсін. Сол жақтарын дамытсын. Біз жаңағы одан кейін бір адам болады, атқа құмар. Бір адам болады, шабандоз, жаңағы айтқан кезде көкпарға икем да. Оны нағыз сол көкпарға беру керек. Көкпарға шынықтыру керек, дайындау керек. Садаққа құмар ма, соған дайындау керек. Әр саланың басын шалған болмайды деп ойлаймын. Бір саланы ғана, соны бір саланы толық меңгеріп, соның былай айтқан кезде соның жоғарғы деңгейдегі маманы болған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да мен айтайын дегенім, бүркітті бізден мысалы үйренуге болады, бірақ енді бүркіт деген нәрсе мынандай дейді да, құсбегілік. Өзің үйретіп жүріп үйренесің дейді да. Өзің бүркітті үйретіп жүріп үйренесің дейді. Ол нақты ешқандай осы құсбегілік, атбегіліктің шыңына ешкім әлі шыққан жоқ. Ол біз былай айтқан кезде 100%-тің бір 10% білетін шығармыз. Құсбегілік, құстың тілін 10% білетін шығармыз. Ол психология ғой кәдімгідей. Психология, қарым-қатынас. Бұл енді бүгін ұша ма, ұшпай ма, соны былай айтқанда біліп, ертең түлік алам, алмай деп етін келтіріп біз жобалаймыз да тек қана. Көрдіңіз ба? Шетелде басқаша дайындайды олар, жаңағы немен килограммен өлшеп, салмағын. Дрессировка жасайды кәдімгідей. Олар салмағын өлшейді да. Мысалға, бүгін 3,5 килограммен түлік алды дейді. 4 килограммыз значит алмайды дейді да, көрдіңіз ба? Ал біз өйтпейміз ғой. Біз қолға өлшеп, қазақтар қолмен, көзбен көріп жоспарлаймыз да. Мынау жоғарғы етте тұр екен ғой деп санын ұстаймыз, төсін ұстаймыз. Сөйтіп білеміз да біз. Енді жаңағы біреу құсты ұстап жастар үйренем десе, әрине біз үйретуге жалықпаймыз, үйретуден. Ең бірінші енді кішкентай келген жастарға, балаларға қаршыға, ителгі, күйкентай деген кіші құстардан бастау керек. Қауіпсіз ғой ол. Өйткені қауіпсіз, енді бүркіт деген ол қауіпті жыртқыш қой енді бәрібір. Аяғын салып жүру мүмкін деген сияқты. Содан кейін бұған ерінбейтін адам керек. Өйткені бұған ерінбейтін, жалқаланбайтын, жақсы көретін адам керек та. Сол кезде ол жетістікке жетеді деп ойлаймын. Негізі мен байқағаным, құсбегілікке қызықпаса адамды қызықтыра алмайды екенсің. Мен мысалы құсбегілік туралы үлкен деректі фильм түсірдім, Дубайды барып көрсеттім. Оны өзі қызығатын адам болса ғана көреді. Ал былай қаншалықты қызықты қылып көрсетсең де көрмейді екен. Бағанағы жарыста басқалардың арасында аз жинаққағанда қаралым. Себебі егер мысалы жаңағы садақты көрсетсек, садақты енді әр адам былай ұстап нете береді. Ол енді бүкіл жалпы халықта болған нәрсе, садақ деген ол құсбегілер сирек кездеседі. Бір ауылда бір құсбегі деген сияқты солай. Сол үшін мысалы өзіңізді таныстырған кезде құсбегілік деген не дегеннен бастау керек еді меніңше ше. Өйткені көп адам білмейді, құсбек ол иттің дрессировщигімен не айырмашылығы бар, ол қандай өмір сүреді. Соны қысқа түсіндіре кетіп, қазір түсіндіре алсаңыз, соны басына мысалы қойып, сол кезде тақырыпты түсініп отыратын еді, тыңдап отырған кезде. Енді бұл басқа бір әлем ғой. Бұл құсбегілік деген басқа бір әлемнің тілін түсіну, сезіну. Жаңа енді бүркіт саңырайын деп жатыр. Жаңа сіздер қайдан білдіңіздер деп жатсыздар. Өйткені уже білесің да.
өйткені бұл күнде ұстап жүргеннен кейін қазір бір көп жыбырлап кетеді, былай айтқанда қимылы көбейеді. Сосын ақырын құйрығын көтеріп уже дайындалып жатыр. Сол моментте мен жаңағы тез қимылдап уже жасамасам мына жер қазір былғауы мүмкін деген сияқты. Мен сондай соны сезінуім керек та, көрдіңіз ба? Мен бұл қазір мысалға күй төмен түсіп кетті ма, ертең түлкі ала ма алмай ма деген сияқты нәрсенің барлығын мен сезінбесем мен құсбегі емеспін да. Сосын құсбегі болғаннан кейін сіздің құсыңыз универсал болу керек, әмбебап болу керек қой. Қай жағынан мысалы? Қолға да келу керек, шырғаға да түсу керек, аңға да түсу керек, жарысқа да түсу керек. Бүкіл сіздің айтқан командаңыздың барлығын орындау керек. Үйретпеген бүркіт не істей алады? Қолға да отырмайды, Жоқ. Ол өйткені сіз оған тамақ бере берсеңіз, жай ғана айшын. Тамақ бере берсеңіз, ол сіздің қолыңызға да келмейді. Анандай сізге бағынбайды да. Қалпағын да кигізбейді. Жоқ, кигіздірмейді олар. Кигіздірмейді, шырылдап. Соны айтып жатырмын ғой мен. Қараңыз. Мен өйткені мысалы құсбегіден хабары бар. Сіздің де кішігірім хабарыңыз бар. Менікі жоқ. Мүлдем жоқтар бар ғой. Сол үшін кішкене түсіндіріп кету керек та. Өйткені ит бағумен не тең ба? Сонда мүлде басқа. Мысалы қара, итті баққан кезде мүлдем басқа. Жай ғана оған етін берсең, шығарып тұрып тұшқызсаң жетеді. Жоқ, ит деген ол сен күшік қылып алдың ба, болды, ол сенің досың болып кетеді да. Құспен сен кәдімгідей былай андай психологиялық ойын ғой, андай кім-кімді женеді деген сияқты. Соңына дейін айтайын деген, итті мысалы сен қалай бақтың, сол өзіңе үйреткің келген нәрсені үйреттің, сен жаңағы командаларды үйреткің келсе үйреттің, тағы бір нәрсе істеген келсе істедің. Сондай ерекшеліктерін айта кетсеңіз, мысалы басынан адамда қызық болатын еді, қазір мынандай екен, соны ары қарай. Енді қараңыз, бағана сөзден сөз туындап жатыр ғой. Ең бірінші жалпы құсбегілікті үйрену үшін мына жаңағы жабдықтарын бірінші білу керек. Әр қазақ білген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қолға киетінді биялай дейді. Отырғыза аласыз ба қазір? Иә, әрине. Қолға киетін биялай дейді, көзіне тағатын томаға дейді. Сосын әр тырнағының өз атауы бар, иә? Жем басар, сығым, ілгіш, тегеурін. Тегеурін дейді, тамақ сұрап тұр қазір, қой. Сол тегеурін деген тырнағымен өлтіреді ғой, иә? Жоқ, сығым дейді ғой жаңағы. Бұл тек қана ет жейді? Иә, тек қана ет жейді. Біз енді аяқпау дейді. Күнде қазір дайындап жатырмыз. Өйткені айттым ғой, 2 күннен кейін осы жастар арасында чемпионатқа кетеді осы бүркіт. Қазір 3 бүркітім бар. Енді негізі бір жігітке бір бүркіт жетеді. 3 бүркіт ашық айтқанда артық, көп. Өйткені бұл оңай емес. Характері бар ғой. Әр үшеуінде 3 түрлі характері бар. Соның характеріне байланысты дайындайсыз. Сосын өйткені мен бір күнде мысалы аңға шығатын болсам, ана 2 құсым ұшылмай қалып қалады дейді. Өйткені қасыма енді шәкірттерімді, жаңағы нелерімді алып шығам. Сол кезде бүркіттер шығады, ал қалған кезде өзім ғана шығатын болсам, бірақ құсымды ғана алып шығамын да. Соны сұрайын деген ғой. Жарыстарға мүлдем қатыспайтын бүркіттер бар ма? Жай ғана мен бүркітті жақсы көремін, мен үйімде өмір сүре берсем, мен етін беріп шығамын. Суретке түсетіндер бар ғой, сөйтіп ұстайды ғой. Иә, фотоға түсетіндер ғана жай ғана тамақ беріп асырауға болады. Тауық сияқты. Тауық сияқты қылып ше, асырауға болады. Ал бірақ тауық емес, мысалы ит пен мысықты не үшін асырайды? Өйткені жан ашиды, досым болып қалды, үйтіп қалды деген сияқты ұғым бар ма құсбегілерде? Жоқ. Ондай бүркіттер өліп қалады тез. Аспергиллез болады, анау болады. Сондай нәрсені ашып жіберсеңіздер қазір. Енді қараңыз, ондай нәрсені сіз асырай алмайсыз, өйткені бұл күнделікті ет жейді. Сосын бұны ұшыру керек, бұны дайындау керек. Бұған енді арнайы орын керек, өйткені бұл саңғырады. Мынандай айтқанда благоустроенный үйде, этаж үйде ұстай алмайсың, балконда ұстай алмайсың. Бұл енді дауыс шығарады, айқайлайды, ұшам дейді, талпынады деген сияқты. Бұны енді ыңғай келсе жер үйде, қорада, ыңғайлы жерде ұстау керек. Содан кейін құстың жалпы жаздың күні түлегінен түлету керек бұны, қауырсынның бәрі. Сосын қыстың күні тілегінен қалдырмау керек дейді. Тілегі деген жаңа аңды ұстау бұныңғы. Өйткені аңды ұстаған кезде бұл жаңа еттің свежий жаңағы балғынын жейді. Жаңа қазақ бешбармақ жегендей жейді ғой. Соны аңсап тұрады да, аңға түскен кезде.
Одан кейін бұл жаңағы құсбегіліктен хабары жоқ адам болғандықтан арнайы осындай сұрақтар қойын, өйткені көрермендердің көбісі сондай шығар. Мына қалпақты не үшін кигізеді? енді көзді тыныш отыру үшін томаға дейді, бұл қалпақ дейді, томаға дейді. Томаға. Иә, басына томағаны жан жағын көрсетейін. Іздеп бастады сразу. Жақсысың ғой сен, Сонда өзі кигісі келмейді, Үйретілгені кие береді ғой. Кие береді. Мынандай дүние ғой, томағаны кигізген себебі талпынбай, тыныш отыру үшін. Бұл мысалы Ұрынбап, жаңа ұрынып, әйтпесе қауырсындарын сындырады, алдыға талпынады, сол үшін басына кигізіп қояды. Өзі қаламайтын шығар соны. Кигенді оған өмір бойы қиналатын шығар содан. Енді қараңыз, ол ондай нәрсе. Ол өмір бойы киіп отырмайды ғой. Өмір бақи кимейді. Қараңыз, бұл аспа деген нәрсе болады. Жоғарыға бүйтіп аспаз жасап қоясыз. Ағаштан қоясыз да, ортасына жаңағы кольцо қоясыз да, сөйтіп айналып соқ қоясыз. Соған байлап төбеге аспаға отырғызып қоясыз. Сөйтіп та бұл жаңағы қауырсындарын тазалап, қауырсындарын тарап, жан-жағына қарап, сілкініп әдемі отырады. Ал жаңа аңға шығатын кезде, осындай студияға келген кезде томағасын томағалап қоясың. Өйткені қазір бұны ашатын болсаң, мына бауырсақ жеймін дейді, ана құртты жеймін дейді, ана суды ішемін дейді деген сияқты мына жер былғап берекесін алады да. Сосын қауырсын сындырады деген сияқты. Ал міне қазір томағасын тағып қойды, тыныш қана отыр. Өйткені жан-жағын көрмейді, ыңғайлы отыр. Қазір ұшам дейді бұл, ұшам дейді, ана жақ бардан түлкінің терісін көрді деген сияқты. Сосын бір жағынан бұл курок сияқты ғой. Мысалы аңға шыққан кезде ол білет та жаттап алған. Томағасын шешсе, сразу іздеп бастайды. Сосын көре салысымен барып ұшып ұстап алады. Солай Ал енді сіздерге рахмет. Бүкіл істеп жүрген сіздердің жұмыстарыңыз ол біздің елімізге үлкен пайдасын әкеліп жатыр деп ойлаймын. Не дегенмен де қандай прогресс болып жатса да идеологиямыз жоғалтпау керекпіз. Бізге енді ата-бабамыз қаншама ғасыр бойы сақтап келіп берген осы мирас дейміз ғой, мұраны біз енді жоғалтуға біздің құқығымыз жоқ деп ойлаймын. Ол үшін енді біздің ата-бабамыз аруақтар енді қарап отыр. Бұны бізге тапсырды аманат етіп. Енді біз оны әрі қарай жалғастыруымыз. Енді сіздер жасап жатсыздар, енді әрі қарай жастар жалғастырады оны. Рахмет сіздерге осыны істеп жүргендеріңізге. Енді әрі қарай дами берсін деп айта аламын. Енді осындай ағаларымыз, бауырларымыз аман болсын. Қазақтың құндылығы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі дами берсін. Ашылмаған дүниелері ары қарай ашылып, қазақтың дүниесі әлемдік деңгейде көтерілсін. Бүкіл әлем танысын қазақты. Қазақтың қазақ екенін бүкіл әлем танысын. Айтқаныңыз келсін. Иә, бүгінгі сұхбат өте жақсы болды деп ойлаймын. Біраз енді тәлім-тәрбие болды. Сендерге рахмет. Осындай өте бір жіңішке нені тарихта қалатын нелерді, істерді жасап жүрсіздер ғой. Қазаққа, жалға Нұрғожа бауырымды білемін. Ылғи балалардан сұрайын, бәрі таниды. Нұрғожа бауырымды бәрі таниды. Осы үшін рахмет. Біздің ізбасарларымыз көп болсын. Қазақ бүркіт ұстасын, көкпар ойнасын, барлық ұлттық садақ атсын, ұлттық құндылықтарымыз жалғасын таба берсін. Ал енді мен қорытындылайтын болсам, бір түсінгенім, садақ ату болсын, құсбегілік болсын, қол өнері болсын, оның бәрін пайдасын асыру керек. Өйткені жаңағы Нұрғожа айтқандай, ол мирас қой бізге қалдырған. Құр оны өзімізге ғана көрсетіп қоймай, жаңағы этнотуризмге бұрып жіберіп, оны біздің экономикамызға да пайдасын тигізетіндей, ол ұмытылмайтындай, жұрттың бәрін таң қалдыратындай жағдайға жете берейік деп тілек айтып кеткенсің. Ал оқырмандарға айтарым енді соңына дейін көргендер енді көп деп ойлаймын. Рахмет көргендеріңіз үшін. Осындай біздің видеоларымыз енді бос қалмасын. Барынша таратып қолдайық. Біздің істеп жатқан жұмысымыздың да бір жемісі болсын. Ал сау болыңыздар.